Сәлем, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге кальцийға толы холодецтің рецептісімен бөлісетін боламын. Суымызға бір ас қасық уксус қосып, осындай бөліктерге бөлінген сиырдың аяқтарын жуып аламыз. Ол иісі шықпас үшін. Кейіннен қайнататын ыдысымызға су құйып, жуып тазаланған аяқтарымызды салып қайнатамыз. Қайнаған суды төгіп тастаймыз. Қайтадан жуып, таза ыдысқа салып үстінен су құямыз. Су сиырдың аяқтарын жауып тұру қажет. Шамамен бұны 5-6 сағаттай қайнатамыз. Көбігін осылай алып тастаймыз да жақсылап қайнатамыз. Пияз салсаңыздар да болады. Пияз дәм береді. Дәміне қарап бұрыш, лавровый лист, тұз салсаңыздар. Сонымен қайнатамыз. Сүйегінен ажырай бастайды өзі. Піскен соң сүзіп алып суытамыз. Кейіннен осындай кесіп алып майдалап тураймыз. Біреулер ет тартқыштан да өткізеді. Мен осылай турадым. Содан соң ыдысымызға қайтадан салып, сорпамызды сүзіп, енді холодецімізді қатырамыз. Әдемі өзіңізге ыңғайлы формаға да құйсаңыз болады. Бұған қоса жұмыртқа салсаңыздар да болады, бірақ менің отбасыма ол ұнамайды. Біз тек осылай салып, бір қайнатып, толықтай қатқанша қатырамыз. Холодец адам ағзасына өте пайдалы, кальцийға толы, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.